Баршаға бүгінгі видеода біз мотивациялық видео, әдемі қыздармен немесе өте әдемі қыздармен не үшін танысу туралы видео. Біз не үшін танысамыз олармен, және де бізде не мотивирует етеді. Біріншіден, негізгі 3 тәсілі бар мотивация беретін. Ол деген қазір мен сіздерге айтып кетейін, қандай мотивация не үшін қолданады. Біріншіден, ол деген егер сендер жас болсаңдар, онда сендерге ол лайықты емес. Ол жастың шақтың өтуі. Ол 25 болсын, 30 болсын, 35 болсын, 40 болсын, адамның жасы тез өтеді. Сондықтан біз қазірден бастап таныспасақ, онда сосын кеш болып кетеді. Ол өте негізі, жас деген негізі тез өтеді. Екіншіден, бізге мотивация беру себебі, мысалы біз көшеде кетіп баратсақ, онда әп-әдемі қыз бір түрі жаман, түрі нашар, аяғы маймақ деген сияқты жігіттермен кетіп бара жатады. Бірақ былай қарасақ, ол өте бай емес жігіт. Өзімізбен салыстырсақ, ол өте өздерінен негізі түрлері нашарлау болып жігіт болып келеді. Сол да негізгі жақсы мотивация береді. Неге ол қыз ол жігітке қарады, неге ол мен сияқты жігітпен жүрмейді деген сияқты сұрақтар көп туады. Сондықтан сол негізгі өте жақсы беретін сол мотивация. Және де үшіншіден, ең күшті мотивация, мысалы қызға жақындамау үшін ең күшті мотивация, ол үшінші мотивация бүгін бар ертең жоқ деген мотивация. Мысалы өмір болғандықтан бүгін біз бармыз, ертең біз жоқпыз деген сияқты. Сондықтан әдемі қыздарға жақындау, өте әдемі қыздарға жақындау бізге ешнәрсе кедергі етпейді. Бізді ол үшін бізді ешкім ұрыспайды, ешкім соттамайды. Сондықтан әдемі қыздарға жақындау себебі сол. Мысалы бүгін өмір сүремін, ертең өмір сүрмеймін деп ойлайсыңдар да, сосын әдемі қыздарға жақындайсыңдар. Өйткені сендерге бәрібір, мысалы әр адам өмірден өтеді. Сондықтан жақындап кеткен дұрыс қой, негізі жақындамай кеткенге қарағанда. Сол негізгі үш негізгі мотивация. Және де төртінші мотивация, ол мысалы әдемі қыздарға жақындау үшін спортпен айналысу, денені шығару, бұлшықеттерін шығару. Ол өте жақсы мотивация. Мысалы әр адам спортпен айналысқанда негізі денсаулық үшін айналысады деп ойлайды, дене шығару үшін. Бірақ ол көбісі жай айтады. Негізі олар қыздар үшін істейді бәрі негізі әдемі көрініш үшін қыздарға. Сол себептен бүгінгі қысқаша видео, бұл 3 мотивацияны жаттап алыңдар. Адамға мотивация беретін, тағы да айтып кетейін, бұл жастық шақ, сендердің жастарың өтіп отыр. Екіншіден, ол басқа қыз жігітпен жүреді, нашар жігітпен. Мысалы сендер жақындамайсыңдар, басқа жігіт солармен сөйлесіп, жақсы сөйлесіп отырады. Сондықтан жақындау керек. Үшіншіден, бүгін бар ертең жоқ. Негізі сол 3 нәрсені ойлансаңдар, онда сендер қыздарға ойланбай жақындау үшін мотивация болып табылады. Сондықтан лайк басамыз, жігіттер, астына комментарий жазамыз, подписка жасаймыз, тіркелеміз. Тағы видеолар бар. Қызға жақындау туралы келесі видеода айтып кетейін, не туралы сөйлесу керек. Әр негізгі тәсілдер, соларды мен сендерге айтып кетемін.